Үлкен астың үстінде сіздерді мазаламайық деп, осындағы бірінші тілектік тізгінін осындағы Удинязовтар әулетінің ұл қыздарын шақырсақ та отырған еді. Берістаға, Кеңесқана, келіңіздер. Осындағы Ерлан бар, Гүлжанат, Ерболат, Жанболат, ұл қыздардың бар ерекше сый-сияпаттары бар екен. Осы үлкен астың үстіндегі сіздерге деген сый-сияпатымызды ұсынсақ деп отырмын. Келіңіздер. Ұл қыздарын ортаға шақырамыз. Келіңіздер. Бүгінгі берекесін арттырып, берекесін шалықтатқан бүгінгі Удинязовтар әулеті. Ендеше бүгінгі тойымыз құтты болсын деп, бүгінгі тілек тізгінді осындағы ұл қыздарымыз бар, бірақ қырмызы гүлдің мекені қырдан да кетер бір күні, қызғалдақ қызға қашанда қонақсың деген төргіні. Ендеше қыз қонақ емес пе ереге? Қыздан бассақ дұрыс болар еді. Келіңіздер. Айзада ханым. Құрметті тойға келген қауым, бүгінгі той анамыз бен әкеміздің 60 жасы. 60 жас өмір жастарыңыз ұзақ болсын, дендеріңіз сау болсын, біздердің қызымызға тоймай жүре беріңіздер. Мен сіздерді 60 жасқа қимаймын, мәңгі бақи қасымызда болса екен деймін. Бірақ өмірдің аты өмір ғой, барынша сіздер бақытты ғұмырлы болыңыздар. Немере, шөбере, шөпшек сүйге ала нәсіп етсін. Тек біздің қызығымызға тоймай жүре беріңіздер. Ассалаумалейкум. Киелі Қаратаудың кісілері, тұрғындары, қонақтары. Ойба, мен ешкім тыңдап отқан жоқ қой негіз. Мінекей, апа, ата, 60 жастарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. 60 пен 60-ты қосқанда 20 ғой. Апа, сізге 20, сізге 20. Дендеріңіз сау болсын. Немере, шөбере, қызықтардан көріңіздер. Не дейміз? Міне осынша бүгін осы бүкіл жиналған қонақтарымыз сіздерге айтайын деп жиналып отыр. Осы дендері сау болсын. Әрқашанда бізге қандай тілек келіп отырған кісілер сондай тілек қабыл алсын біздер. Апа, 60 жасыңыз құтты болсын. Аллаға шүкір, немере шөбере болсыз. Неменені көріңіз. Неменені көргеннен кісі ол енді жүзін әрі кетеді ғой. Ата, деніңіз сау болсын, әрдайым осындай коллективтеріңіздің алдыңызда абыройлы, осындай деніңіз сау, қашанда осындай ортамызда жүре беріңіз. Әрдайым күліп ойнап жүре берейік. Деніңіз сау болсын. Қонақтар, той құтты болсын. Әрдайым осындай біз Көкшетаудан тек тойға жиналайық та, тойға келейік. Деніңіз сау болсын. Енді не айтам? Бүкілі осы жердегі айтқан кісілердің бүкіл сөзіне деніңіз сау болсын. Әрдайым осындай тойларда бас қосып жүре берейік. Ата, сіз бақыттысыз. Апа, деніңіз сау болсын. Әрдайым біздің қуанышымызға жүре беріңіз.
Менің анам отыр, бірақ кімге берейін? Не десем ше? Мен өзім тұрғанымды кетсем ше? Аз. Бәрекелді, Дамия мырза мен Айзада ханымға бір қошемет ұрып қойыңыздар, той құтты болсын дейміз. Ал ендеше Гүлжанат ханым мен осындағы Елдос бажасына тілеп берейік. Папа, мама, бүгінгі 60 жас тойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Осы біздердің алдымызда ойнап күліп жүре беріңіздер. Бақытты болыңыздар. Сіздер жақсы көремін. Ассалаумағалейкум, кешке жиналған қонақтар. Ата, апа, бүгінгі мерейтойларыңыз құтты болсын. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Барлық тілектер айтылып жатыр ғой. Сол жақсы тілектердің бәрін тілейміз. Сіздердің жолдарыңызды берсін. Ата анамыз, ата апаларымыз аман болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Бәрекелді, рахмет. Ендеше осындағы тілек тізгіні ұлдың аты ұлғой қашанда, мінекей осындағы орны бөлек, өзіндік әке жолы болған тәрбиесімен ұлағатты ұстаз болып, бүгінгі елдің алдындағы арнайы қызметімен, өнердің мамандығымен жүріп жатқан осындағы Ерлан бауырымыз бар. Жалғыз бұл Талас аудан Жамбыл облысында емес, қазақтың төрт тарабы, оңтүстік, солтүстік, батысында жүрген, өзінің берекесін арттырып жүрген Ерлан бауырымызға қошеметпен ізгі ниет тілегімізді ұсынамыз. Ереке, той құтты болсын. Рахмет, Қанатжан. Ал құрметті қадірменді көпшілік, бүгін басқа тойға бармай, арнайы осы әулетіміздегі ата-анамыздың қуанышына жақсы тілектің тәттісін алып, құттықтап келіп отырған баршаңызға әуелі рахметімді айтайын. Ал енді біреу білсе, біреу білмейді. Бұл кісілерді мен аға жеңгеде өскен жанмын. Сырттан сіздерді әке шешеміз деп айтып жүреміз. Әлге шейін Берсет аға, кейін өскен жеңеше дейміз, өйткені Шалмай кемпірдің баласымыз ғой. Бірақ дегенменен сіз секілді келмейді. Мұнда емеспін. Бірақ бүгін жоқ. Мынау Асқар Тау әке, бәрімізде де әке бар ғой, бәрімізде де аяулы ана бар. Әрбір әкенің арманы, әрбір баласы, балалары өзгеше бақытты тілейді екен. Басқаларға қарағанда. 9 ай, 9 күн құрсағында көтеріп, дүниеге алып келген анаң болса, одан кейін барып әкең 2 жастан кейін сенің әкенің қамқорына өтеді екенсің. Әкенің сөзі ол екен, әкенің сөзі бар менде артық тілек екен. Қасқайып қарайып тұрса да қасында уайым қайғы жоқ екен. Сіздер барда уайым қайғы жоқ біз үшін. Қысқа, нұсқа, біз сіздерді жақсы көреміз. Алла осы сіздерді 70-ке жеткізсін. 70-те жетіп 80-ге секіріңіздер. 90-да тоқтамай 100-ге жетіңіздер. Біз сол қуанышты куәсі болайық. Осы күнге дейін жеткізген сіздердің арқаларыңыз. Осында тұрған 2 қыз, 3 ұлымыз бір әкеден бір анадан тараған. Ұлын яға, қызын қияға қондырып, жоғары оқу орындарында оқытып, әрқайсымызда дүбірлі бақыт тойымызда және қолдан келгенше жасадыңыздар. Құдайға шүкір, оның әрқайсына тоқтағым келіп тұрған жоқ. Басты сіздерге ризашылығымызды білдіргіміз келіп тұр. Аман болыңыздар. Өмірдегі ең үлкен сіздер, сенемсіздер. Дос да бар менде, жекжат та бар менде, ұжым да бар, Құдай қосқан көрші де бар менде, өздеріңіз секілді. Сіздер секілді 3 жұртым бар менің де. Бәріне сыйлымыз сіздердің арқаларыңыздан. Бірақ солардың ішінде дос та бола білетін, ақылшы болатын да, жол көрсететін де, қандай да бір қиыншылық болса қасымнан табылатын, қуанысам, менен артық қуанып, жол жүріп келсем, ұйықтамай күтіп отыратын сіздерге мен дән ризамын.
Рахмет сіздерге, барларыңыз үшін. Құтты болсын, қошеметтеп қойыңыздар. Алтындай ұлдары жылы лебізін білдіріп, алтындай ата-аналарға тілек айтып жатыр. Ал ендеше жеңгеміз бір тілек айтсын. Енді бұлай істегіміз келді Қанат. Өзінде талай қуанышта жүріп, оны бәріміз айтамыз, бірақ тілек, бәріміз осы тілекке қосыламыз. Екі қыз, одан кейін мен сөйледім, інілерім де, келіндер де, өзімнің Құдай қосқан қосағанын да қосыламыз дейді. Біз енді сіздерге қолдан келгенше, барымша, тығылып жүріп, осы тұрған бәріміз бір шат ашып, группада жазғанбыз. Осы жерде не істейтініміз біз шыны керек аспандағы айды алғымыз келді сіздер үшін. Бірақ сіздерде қарап отырсақ, айдан да артық жүздеріңізді көргеніңізде біз соған ризамыз. Енді алтында бриллиантта сіздерге табыстаймыз, бірақ біз енді осы барлық сыйлық бәріміздің атымыздан. Сертификат бар қолымызда. Осы тойдан кейін Құда қаласа еңбек демалысына шығып, отпускіге шығып, меркі шипажайына жолдама бергіміз келіп отыр сіздерге. 28 июнь 7 июль аралығына дейін 10 күн меркі қаласына демалыс сіздерге. Рахмет. Сразу айтып қойып, егер сіздер барғыларыңыз келмесе, біздер барамыз өзіміз. Зәмір әкеміз. Ал енді Көкшетаудан арнайы келген, біз жақта ыстық екен білмейді, бұл Көкшетау суық қос осы. Арнайы әкемізге Айзада Дамирдің атынан сый-сияпат қошеметтеп қойсаңыздар, енді осы қуанышымыз. Елдос күйеу баласымен Гүлжанат қызының атынан алтын білезік. Және анамызға алтын білезік сыйласақ, әкемізге де алтын алқа, алтын жүзік. Рахмет. Нұрсұлтанның атынан күміс білезік. Ал енді әкеміз бен анамыздың кенжесі Еркетайы мамамыздың сүтін тауысып енген. Ал енді бұл жігіттің атынан кімге? Мамасының атын Сақина. Аял анашы бар. Заходите, здрасте, приходите в гости. Мясо доедая, оставляет только кости. Серьезная встреча, время забито на 8. Тебя воняет мифом, блядь, типа мойся. Игрушка не детская, нарезаю кольца. Машина немецкая, мотоцикл японца. Отпечатки пальцев, никогда не скроются. Парила не палец, хочешь познакомиться? Стил житсуки, дом вся. Детство на раму задымялся. Подруги танцуют сегодня как хотят. Много интегритив. Азда болса да көптен көресіздер, бірақ дегенмен сіздерге қанша сый-сияпат жасасақ та артық емес қой. Қанат, рахмет. Бәрекелді, құрметті бауырлар, мінекей бәріміз қосыламыз тілекке. Ал ендеше осындағы Берсейіт әкемізбен кейінгі анамыз ортаға шақырайықшы. Келіңіздерші, ортаға тұрыңыздаршы. Сіздер бөлексіздер. Ілгеріде бір жігіттің әкесі баласынан сұраған екен: балам, кім күшті? Мен күштімін ба, сен күштісің ба деп сұраған екен. Сонда баласы жанында тұрып, әкесіне күлімсіреп қарап, әке, мен күштімін деген екен. Әкесі ойланып, тағы да баласынан сұрайды: балам, кім күшті деп. Баласы сонда тағы да әкесіне қарап, әке, мен күштімін дейді. Әкесі ойланып, 40 қадам басып, алыстап кетіп бара жатып, баласына қарап, балам, кім күшті деп сұрайды. Сонда баласы алыста тұрып, әкесіне қарап, әке, сіз күштісіз деген екен.
Әкесі қуанғаннан баласының жанына келіп, балам, бағана жанында тұрғанда сен 2 рет мен күштімін дедің. Неге олай деген? Сонда баласы жауап берген екен. Әке, жаңа мен сіздің жаныңызда тұрғанда мен күшті болдым. Сіз менен алыстағанда мен әлсіредім. Сондықтан әке, әр қашанда сіз жанымда бар кезде біз әр қашан күштіміз. Мен сізге әр қашанда алғысымды айтам. Әке, сізге рахмет деген екен. Сонда әкесі баласынан сұраған екен. Балам, сен бір нәрсені ұмыттың депті. Нені деген екен? 9 ай 9-ын көтеріп, алтындай құрсағымен аналарың дүниеге алып келді. Біріншіден анаңа рахмет айт деген екен. Сондықтан бұл өмірде ананың махаббаты әкенің мейіріне жетпейді. Мінекей, анасынан бір кісі сұраған екен, қай балаңызды жақсы көресіз деп. Сонда анасы ауырған баламды жазылғанша жақсы көрем деген екен. Үйден шыққан баламды қайтып келгенше жақсы көрем деген екен. Ал жүрегінің дүрсілеп тоқтағанша барлығын жақсы көрем деген екен. Мінекей, шынайы ананың махаббаты осы деген екен. Мінекей, ендеше ұштасаң талабыңды талапыштай, жүреді жүрген сайын жол алыстай. Бұл өмірде әкелердің орны қашанда бөлек қой деп, бүгінгі тойдың ортасында Берсейіт әкемізге құрмет қошеметпен сөз берсек деп отырмыз. Рахмет, бір тілегім болсын. Құрметті бауырларым, құрметті құраларым, қайын жүктім, ұжымдастарым, достарым, сыныптастарым, және балдарымның достарым, және балаларым, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Айналайын балдарым, сендерге ырзамын сендерге. Міне, ризамын сендерге. Не деймін? Құдайға шүкір, мұнда бір тәуба. Осындай ұл өсіріп, қыз өсіргеніме Аллаға да мұнда бір шүкір. Міне халқым келіп, менің тойымды бірге бөлісіп, қуанышымды бірге бөлісіп келіп отқанды барлықтарыңызға Алланың нұры жаусын, қадамдарыңызға гүл бітсін. Рахмет айтамын сіздерге. Сіздер үйіндеріңізде де осындай жақсы күндер тойлар болып, тойларға ұласа берсін. Сіздер үйлеріңізде тойларға баруға біздерге Алла тағала нәсіп етсін жақсы күндеріңізге. Тек қана барлықтарыңызға рахмет келіп, қуанышымды бөлісіп, көршілерімде рахмет, көршілерім, рахмет сіздерге. Жаңа көршілерім, менің жақсы ыстық суыма бірдей болып қыз қуанатына көршілеріме үлкен рахмет. Барлық адамдарға, бауырларыма, іні қарындастарыма, бәріне ризамын сіздерге. Бәрекелді, бұл өмірде анадан аяулы, анадан мейірімді, анадан қамқор жан жоқ шығар сірә. Түн ұйқысын мәпелеп, еркелігін кешірген алтындай аналардың орны қашанда ерекше деп, кеңескіл анамызға тілекті ұсынамыз. Рахмет. Біздерде осы балардай жас болды, білгенімізден білмегеніміз көп болды. Мен басқа облыстың қызы болдым, салтым, дәстүрім, өмір сүру қағидаларымыз бөлек болды. Сол кезде мен осындай балаларға тәрбие бере алатындай ұжымдастарыма, көршілеріме және достарыма, сыныптастар, қайын жұртыма сыйлы болатындай етіп мені тәрбиелеген. Мен бірінші енеме, одан соң атама алғысымды айтамын. Берсейіт институтта оқып жүрдім, мен жұмысты 2 жыл бұрын бастадым. Сонда атам айтатын еді, кемпір, кеңескөлге үндеме, Берсейтжан оқуды бітіріп келгенше сосын ұрсасын қой дейді. Ол енеміз орысып та білмейді, бірақ өте жақсы кісі болды. Берсейіттің сыныптастары, достарымыз отыр, осылар орталарына алып, білмегенімізді үйретті.
сөйтіп жүрген кезде бір жақсы тәрбиелі болып тәрбиелене бастадым. Ерке болып өстім. Отырған төркіндерім біледі, не айтсам сол болатын еді. Аспандағы айды алып бер десем ата-анам алып беретін еді. Бірақ сол еркеліктің бәрін ұрмай, соқпай, ұрыспай, бір ауыз қатты көңіліме тимей мені тәрбиелеген атам мен енеме алғысым шексіз. Аруақтары жүрген шығар қасымызда. Одан соң жан жолдасым Берсетке рахмет. Өзі туған бауырларындай, қарындастарындай, әпкелеріндей қадірледі. Әлге дейін сыйластығымыз жақсы. Сол ата мен ананың жақсы бір-біріне тәрбиелі болуынан осындай балалар тәрбиеленеді деп ойлаймын. Ұяда не көрсе ұшқандар соны іледі деген. Мен де Бекеңе ұқсап ұлдарыма, қыздарыма, күйеу балдарыма, келіндеріме бек ризамын. Алла тағала тіл көзден сақтасын. Қанат Ерланның жан досысың, күнде біздің үйдесің, бір күн сың үйде, Ерлан бір күн біздің үйде. Жақсылық балам да бар еді, мінекей. Айдар отыр, жан достары отыр, мінекей. Осылардың барлығы бізді біледі, біздің отбасымызды. Балдарыма да ризамын, қай жұртыма да ризамын, төркіндеріме де ризамын. Ұжымдастарым, сіздерге ризамын. Ең алғаш 2008-де Шоқан Уәлихан мектебіне жұмысқа кіргенімде мені қасына бауыр болып алған Қынаш әпкем бар еді. Зағир әпкем отыр, Забир әпкем отыр, ана жерде Жанат әпкем отыр. 40-50 жыл ұстаз болған кісілер бүгін тойымның төріне шақырып, өзімнің бауырларымның жанына отырғыздым. Қолдарыңызды көтеріп қойыңыздаршы, міне осы кісілердің арқасында мен Қаратау қаласы шоқтығы биік Шоқан Уәлихан мектебінде сынып, Жұмабаев көшесіне 2013 жыл көшіп бардым, 13 жыл болды. Бірақ мектеп ауыстырмадым. Себеп менің ұжымдастарым өте алтын адамдар. Мен жұмысқа кіргенде Дүйсен ағай келді, одан Әліпбай Ақмарал Мұзатқыз келді. Міне Елкен Байжанұлы отыр бұл жерде. Қаншама бізде осы директорлар ауысса да, завуштарымыз ауысса да, мектебімізде бір керемет ауызбіршілік бар. Оны мен мақтанып айта аламын. Сондықтан Қанатжан, пенсияға кетсем, осы Шоқан мектебінен кетем деп жүрмін. Қанша бір үйім қаланың бір шетінде, мектебім бір шетінде, сол осы кісілермен бірге таң атып атыр, осы кісілермен тойланып атыр. Барлығыңызға ризамын. Бәрекелді, құрметті ағайындар, бүгін міне сіздердің алдарыңызда үлкен астың үстінде мазаламайық деп, осы отбасылық ақ тілектерді сіздерге жарып жатқан жайы бар. Ендеше бүгінгі Берсейітті ағамызбен Кеңесқұл анамыздың тойы құтты болсын деп, өзіміздің қолымызды көтеріп бір қошемет қойш бар екенімізді білдіріп, той құтты болсын деп. Ал ендеше рахмет, келесі кезектегі өмірде не тапты? Жан тапты. Өмірде не тапты? Өмір тапты. Өмірде тәттіден қазақ қорықпапты деп. Ендеше тәтті деген өзі татулықтың белгісі екен. Ендеше ортаға әдемі торғымызды ортаға қазалайық келейін. Тәтті торғымыз. Рахмет, мынау шаңырағында жанып тұрған отының сөндірме деген қазақта мақал сөз бар. Қазіргі жаңа үрдіске айналған мынау тортымыз бар. От жағып сөндіріп атады. Отың шаңырағын сөндірме деген қазақта сөз бар. Сондықтан бүгінгі тойымыздағы тәтті тортымыздағы от жағып сөндірмей, қайта сол тәтті тортымыздағы мынау ата-анамызға айтамыз ғой, немеренің қолынан бал жала деген. Сондықтан бүгінгі Берсейітті ағамызбен Кеңесқұл алтындай немеренің қолынан бал жаласын деп, ең кенже немересі бар ма? Қайда? Осы екеуі ма? Қолдарыңды батырып, атаң мен апаңа берші міне, жақындаңыздар. Жаймен ғана жақындаңыздар. Міне ең кенжесі. Бәрекелді, жақындаңыздар. Құтты болсын.
рахмет. Болды. Барлықтар бір немеренің қолынан бал жала деген, барлық немеренің қолынан мейлі. Біреу жетеді. Болды. Бәрекелді. Рахмет. Не айтарымызды, не істерімізді білмей жүрік, шын айтсақ. Аузымызға да сөз түспей, қай істен бастайық деп, дегенмен сізге ризашылығымызды, анамызға ризашылығымызды, әкемізге ризашылығымызды әнмен жеткізіп жатырмыз ғой. Бүгін өзіміз әнші болып кеттік, осы тойда жүрдік. Сол себептен әкемізге арнап, рахмет әке деген әнді сізге арнаймыз, папа. Қабыл алыңызшы. Анамызды ортаға алып, билесеңіз болады. Осы әнді Ерболат егем шырқап берейік. Әкелер аман болсын. Ортаға шығыңыздар. Анамды жылатпағаның үшін, рухымды құлатпағаның үшін, рахмет әке. Баламды көбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін, рахмет әке. Қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ласамағаның үшін, рахмет әке. Ең жақсы адам болғаның үшін, адамнан адал болғаның үшін, рахмет әке. Әкең деп айтатын анам, әкең деп айтатын адам, барғана шүкір. Әкемнің табысы болған, әлемнің табысы болған, Аллаға шүкір. Жасай берсін әкелер. Жап-жарық жұмақ болғаның үшін, уақытша сынақ болғаның үшін, рахмет өмір. Тағдырды таңдамайтының үшін, адамды алдамайтының үшін, рахмет өмір. Әкеммен қауыштырғаның үшін, анаммен таныстырғаның үшін, рахмет өмір. Бар жоққа бөлінбейтінің үшін, барлығын дәлелдейтінің үшін, рахмет өмір. Әкең деп айтатын анам, әкең деп айтатын анам, барғана шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Жасай бер әкелер. Менің әкем жасасын, менің анам жасасын. Барша әкелер аман болсын. 63 жылғы туылған мен папаларым аман болсын. Қызылорда, Топрақала, Газли, Бұхара. Әкең деп айтатын адам, әкең деп айтатын адам, барғана шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған,
осы әннен кейін ортадан кетпейміз. Баршаларыңызды би алаңына шақырамыз. Той құтты болсын. Ал кетіп бірге, қалалар шақырайық. Достар, барша кеш қонақтарына.
болады, ән болады, ойын болады деп отырмыз. Ендеше осы тосынан кейінгі әсем, жақсы би ойындарға дайындалып отырыңыздар. Ендеше келесі клиентті әулеттің үлкендері, кішілері бар, құрметті Берсейіт ағамыздың бауырлары, әпке шешелер, жиен бөлелер, жалпылама осы әулетті баршаңызды той төріне шақырамыз әнекей. Әулеттің үлкендері, кішілері, бауырлары, әпке шешелер, жиендер, бөлелер, той төріне келіңіздер. Рахмет, және де той төріне осындағы бүгінгі әулеттен кешірім сұраймыз. Және де осындағы Берсейіт ағамыздың, құрметті Кеңескен ағамыздың құрдастары, алпысшылар той төріне келіңіздер қанекей. Шаршамаймыз, қанекей, қошеметпен. Алпысшылар. Сабыр. Қанат, мен бүгін Берсейіт деген кісіні тойға шақырған жоқ едім. Әйел өзім қабылдай берейін. Тойдың жартында қайтып кет деп айтып қойып едім. Жоқ міне. Кім? Берсейіт ағай. Берсейіт ағай шақырмапсыздар ғой. Ағаларымыздан бастасақ, әулеттегі кеңсаға той тосын. Айналайын бағана бауырым рахмет сөйлеген едім. Арамыздан өзіміздің үлкеніміз бар. Кісі болсайым. Шеше, орал. Қайным, кеңес, келдім. Алпысшылар құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Балаларыңның немере шөберелерің, шөберелері рахат болсын. Шалды болып жүре беріңдер. Әркімнің болсын, құтты болсын. Бәрекелді құрметті ағайындар, мына жерде мысы барымыз сөйлеп, күші барымыз билесек, нұр үстіне нұр болады. Қош келдіңіз аға, той құтты болсын. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Бүгін Дүниязды жанұясында өте қуанышты той. 60 жасты тойыңыз құтты болсын, мерекелеріңіз дендеріңіз сау болсын, немерелеріңіздің қызығын көріп жүре беріңіздер. Мен негізі Қостанай облысы Жетіқара қаласынан кеттім. Көпшілік мені бұл жерде танымайды, бір кісі кім деп жүрген шығар. Мен бұл Берсейіт ағаның тума немере туысы боламын. Бұл кісілер Өтенязовтар, біз Қожанязовтар. Есім Марат болады. Той боласына. Ассалаумағалейкум. Тойлар құтты болсын, 60 жас. 60 жастың және ажырасының жасаңыздар. Осы той тойласа берсін. Немере шөбере шүйіңіздер.
Үлемелі шөміне балықта ойнап күл жүре беріңіздер. Той болсын. Құрметті қонақтар, бүгін менің бауырым Берсейіт келінім кеңескі мына бүгінгі тойлары құтты болсын. Өте әдемі болып жатыр. Өте жақсы басқарып жатыр. Мына балдарымның, қыздарымның қызықтарына тоймай өштік әдемі болып жүре беріңдер. Қырлатар, қызғалдақтар, тірілсекен, қуаныш келе берсін бауырларым. Осындай күлім дегенде жайған дастарханың төрт шеті гүлге толсын, ортасы нұрға толсын. Бүгінгі мына әдемі кафеде бұлбұлдай сайрап тұрған тамадамыз бүгінгі 60 тойларым болса, 100-ге келген тойларымда да осы қауымменен бірге басқасып көре берейік. Тойларым тағаласа берсін. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Қайын. Мына қосылаттардан мейрамға тартылмаса бізге бермейді бұлар. Көпшілік қой бұлар. Мен саған бөлесімін, туған бөлесімін. Бөлердің ортасында мен келдім. Саған туған туысың. Еңше әрдайым осындай жартылап, күлгініп екінің сүрегін. Өзімді қағыл ұзағыңыздың қызығын көріп, немере, шөбере, шөпсек көріп қызығын. Ойлар сөйлесін. Құрметті қонақтар, Ерсаға бауырым бүгінгі 60 жасың құтты болсын. Шеше 30 жастарың құтты болсын. Жаным алдымызда әйтеуір жарқырап жүре беріңдерші. Біреуің әке болып, біреуің шеше болып. Тойларын тойға бассын. Енді жиен бар, алғашқыдан келген. Той баршаға құтты болсын, тойшылық ауыл. Қожа Ахмет деген кісілердің бір жиені бар. Түрлі себептермен келе алмай қалды. Орнына мені жіберді. Мен әрі кластаспын, әрі жиенмін. Әрбір жағынан өзімнің көргендерім. Не дейміз? Бүгінгі тойларым тойға бассын. Бала кезімізден білеміз, ата-ана шаңырағы өсіп өнген, құт береке дарыған шаңырақ. Мінекей сендер де сол тәрбиені көріп осындай үлкен шаңырақ иесі болып отырсыңдар. Құдай осы әулетке берген бар несібесін, сендердің ұрпақтарыңа да жалғастырып бере берсін. Асырғандарың тек тойға жайылсын. Сендерден тәрбие алған балаларға өздеріңіз сияқты үлгілі өнегелі отбасы болсын. Қазақта бір керемет әдемі сөз бар ғой, ата-анаға не қылсаң алдыңа сол келеді деген. Біз көбінесе оны бір жаман мағынада түсінеміз, бір жамандық істесең алдыңа келеді деп. Жоқ, міне қарап отырып, мен қазір көзім жетіп отыр. Кеңеспен Бекеңнің ата-анасын қалай сыйлап, қалай құрметтегені менің бәрі көз алдымда. Қалай құрметтен ата-анасы, мінекей бұларды да балалары осылай құрметтеп отыр. Осындай құрметке бәріміз де ие болайық. Біздердің де балаларымыз осылар сияқты біздерді төбесіне көтеріп, осындай үлкен тойлар жасап, тойдан тойға ұласып жүре берейік. Баршаңызға осындай той шығысты болсын деймін. Той құтты болсын баршаңыз. Ассалаумағалейкум, қадірмен ағайын. Қош келдіңіздер. Берсін ағашы, шекеңіз. Тойларыңыз құтты болсын. Бүгінгі 60 жастарыңыз той боласын. Мына келген қонақтардың қадамдарына нұр жаусын. Той тойланасың. Аумин. Неге берейік. Құрметті той қатысушылары, қадамдарыңызға аға мен жеңгемді сыйлап, келіп сонша жерде алыстан болса да жақын тұрып келіп жатқан қонақтардың қадамына көтерсін. Аға, шеше жасап жатқан тойларыңыз құтты бола берсін. Той тойласа берсін. Әрқашанда әулетімізде қуаныш, той
сізді өте құрметтеймін, жақсы. Әкеміздің орнын басып, шешеміздің орнын басып жүре беріңіздер. Ақылдарыңызды әлде де бізге айтып, ақылдарыңызды тыңдап жүре білейік. Той тойлауға берсін. 100 жасқа тойлауға Алла насip еткен. Бәрекелді, құрметті ағалар. Баршамыз сөйлесіп қоя, қосыламыз қоя. Кеңес қылары. Құрметті тойшыл қауым, неге бүгін менің ізімізде ерген қайным, келінім Кеңескүл 60 жасқа толып отыр. Осы барлық тойда естіп жатсыздар, қандай тілектерді тілеп жатыр. Осы тілектер Алланың періштенің құлағына шалынсын деймін. Құдайым абыройларымыз асқақтай берсін. Құдайым осы әулетімізге тілде сөзде тимей, әулетіміз осындай болып жалғаса берсін деймін. Кішкенелерге үлгі болып, осындай бақыттан таймаңыздар. Құдайым дендеріңіз сау, өмірлеріңіз ұзақ болсын деймін. Әр жасырықта тілеймін қайным. Кішкентай қайныма бір шумағым бар еді. Сыйластық гүлдей бір ашып, бауырыма алдық қауласып, қалайсың қайсар қазағым, жүрейік саулық сұрасып, құбылған мынау заманда әркелек адамға, қалайсың қайсар қазағым, амандық саулық. Бәрекелді. Рахмет, құрмет ағайындар. Қосыламыз ба? Бәрекелді, құтты болсын. Мынау қазақта сөз бар, қызыл жасыл дүние, қызықтылар ғұмырды, қымбат жақын жандарымен сол ғұмырын тұғырлы дейді. Осындай қымбат жақын жандарымыз әрқашанда аман болсын. Той құтты болсын. Бәрекелді. Ал келесі кезек құрдастар, достар менің қасынан, досқа айтылсын базынан, достар менен дастан болып жазылам деп арамыздағы атаман ағаларымыз бар ма? Старсы қыздар бар ма? Тағы да. Кеңіздер ортаға. Ассалаумағалейкум, тойға келген тойшы қауым. Барлығыңызға 80 жігіттерден сәлем. Ал берсек, Кеңес досым әрі кластасым. Сіздерге 60 жастарың құтты болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Осы балдарымыздың алдында ойнап күліп, бәріміз қол ұстасып біргелікті жүре білейік. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, ауыл біршілігіміз мол болсын, тойларыңыз құтты болсын. Бәрекелді, осындағы той төрінде отқан Кеңес қаламыздың сыныптасы Манап әпкеміз бар ма? Қол көтеріңізші. Манап әпке. Келіңіз той төріне. Бері қарай кел, жақындаңыз. Бәрекелді аға, той құтты болсын. Жол-жолмен қыздардан. Құнанбай ағамыз ба? Кеңес той. Той құтты болсын аға. Мына айтып жатады ғой, жылы лебізі тыңдап, құлақ асқандар үйінде күнде той болсын. Тыңдама айқай үшінге шығарып отқандар, білмеймін енді оны бұранлар. Тыңдайық та тілектер, қаншама адамдар жақсы тілектерін айтып жатыр, мына жерде ешқандай тәртіп болмай қалды. Кешіресіздер енді. Өздеріңіз мына жерге шығып тілек айтсаңыз, анда біз тыңдамай отырсақ қалай болады? Тәртіп сақтаңыздар, тәртіп ағайындар. Не дейміз мінекей бүгінгі жиын, мына той, мына досымыз Берсек пен Кеңескүлдің мына жақсы тойлары, соған бәрі қаншама халық жиналып, осы тойды атап өтуге, қуанышты бөлісуге келіп отыр. Ағайын жақын жуықтары, Аллаға шүкір.
той басталғалы бері қаншама тілектерді естіп жатырмыз. Қаншама бауырлары өзінің ұрпақтарының ұйымдастырған шоуларының өзі қандай тамаша той әдемі өтіп жатыр. Рахмет. Мына Таңбала жігіттігі да Алла разы болсын, жақсы әдемі басқарып жатсың, Алланың нұры жаусын. Сен де осындай жақсы әдетке жете бер. Береке кеңес күн тойларың той боласа берсін. Әрқашан мынау жаңағы өсірген ұл-қыздарының қызығына тоймай, қартаймай ортамызда ойнап жүре бер. Мына достарымыздың барлығы атынан жағымды сәлем, тойларың той боласын. Әрқашан той деп жүріңдер, қартаймаңдар, жастарың құтты болсын. Тағы да осындай жас тілегім, 100-ден асыңдар, Алла бұйырса. Береке. Шаршама, рахмет, аман болсын. Бәрекелді Манапака Кеңс той құтты болсын. Ал қыздың жол жеңешке деп бірінші сөз сізге беру керек. Бәрекелді той құтты болсын. Тілектің ерте кеш жоқ, бірақ ізгі тілек әрқашанда қабыл болады дейді. Құрметті тойшы қауым, бүгін неге Қаратаудың төрінде Наусы Елбек деген мейрамханада менің досым менен Берсетімнің 60 жасы мерейтойы өтіп жатыр. Мен кеңестің кластасы 10 жыл бір партада отырған, техникумда Бұхарада бірге 3 жыл оқыған жан досым. Алматыдан келіп отырмын. Атым Манат. Өзім Жетірудың қызы болам. Түскен жерім Балқы, Қосбармақ Балқы, нағашым Қарадамыр. Мінекей бүгін барлық кісілер менен келіп, мінекей Берсеттің жақын жуықтарымен, кластастарымен таныс арттырып, өте қуаныштымын. Ал Берсет кеңес бүгінгі мінекей 60 жас мерейтойларың құтты болсын. Дендерің сау болсын, өмір жастарыңыз ақ болсын. Мынау өсірген ұл-қыздарыңның арасында жайнап, жарқырап, көктемнің гүліндей боп, 18-де қызбенен жігіттей боп жүре беріңдер. Әрқашан сіз үйге той деп келейін. Жайқалған бәйтерексіңдер, сендерден үлгі алуға болады, үлгілі семьясыңдар. Міне осы ұлдарыңды ұл-қыздарыңа берсін. Ұл-қыздарыңда өстіп өздеріңде жайқалып, тамыры терең, жапырағы жайқалған, берік бір бәйтерек болып осындай болып өсіп өніп, тек осы ұл-қыздарыңыздың немере, шөбере, шөпшек соғып көрген тойларыңызға тек Алла тағалам осы той деп келейін. Барлықтарыңызға рахмет, назар салып тыңдағандарыңызға, танысқаным үшін рахмет. Бәрекелді рахмет. Осындағы Берсет ағамыздың сыныптас қыздар Наурыз әпкеден басқа тағы да Кеңіз әпке. Кеңіз сыныптастардан. Тағы кім бар? Сіз түйіндейсіз ба? Кеңіздер, той құтты болсын. Құрметті Берсет кеңес, бүгін болып жатқан 60 жас мерейтойларың құтты болсын. Алланың берген бала шағасының қызығушылығын көріп, жаманшылығын көрмей, ылғида жақсылықта, қуанышта жүре беріңдер, тойларын тойға аласың. Бізге де жақсы болсын. Бәрекелді. Тағы да қосыламыз ба? Жиендерден тағы да ма? Құрдастар ма? Кім бар тағы? Алыс жол жүріп келгенсіздер, Кеңіздер. Сіз сөйлейсіз ба, Кеңіз аға? Ассалаумағалейкум, еш қатынашылары, мына тойдың егелері, Кеңес пен Берсет досымыз, 10 жыл бірге оқығанбыз. 60 жастан құтты болсын, 100 жасқа жетіңдер, немере, шөбере көріңдер, қартаймаңдар, ауырмаңдар, ортамызда аман-сау ойнап жүре беріңдер. Берсет кеңес бүгінгі көпшілігіне дос-жаран құдағанына бәрін шақырып істеп жатқан тойлары құтты болсын, тойларын той қылсын. Мына 60 жастарың құтты болсын, 100 жасыңдар екеуің бірге бір жаста қартайып, немере, шөбере, шөпшек барлығын қызын көріп, әрқашан осы тойға жайлы өтің, дастархандарың.
жастар той нәсіп еткен. Класстастарым мен достарым мен. Басқаларға барлығымызға да жұмыс болсын, осындай тойлар. Тойларды тойласа берсеңіз. Мына класстастар атынан бәріміз жинап бір ялқы шалқы неге салып келдік, байлап, конвертке салып, печаттап, соңында тапсырған. Рахмет. Менің де досыма алып келген алтын сақинам бар, Берсетке турецкий костюм бар. Бәрекелді, сексен балдар құтты болсын. Бұлайлар, жиындарға қойдыңыздар. Сөз беріп, кеңес қапы, кеңіс. Мына жердегі құрдастарын бір сексен балдар алуаңыздар. Бір кішігірім. Құтты болсын. Қошемет қайда, құрмет ағайындар. Бәрекелді, шафан шешпейміз. Осы күйі құрдастар, рахмет. Ай, бәрекелді. Так, енді Берсет аға, құрдастармен бір өшеді бір селфи сурет түсіріп жүрміз. Үлгермей қаламыз қазір. Кеңес шақай, ортаға тұрағаныз, кеңес Берсет аға. Құрдастардың арасында. Құтты болсын, бәрекелді, жұғысты болсын. Әрқашанда жолдарыңыз ашық. Ортаға тұрыңыз, кеңес. Құрдастармен бір сурет. Кен нарықта нехтан түсір. Осы жерге, ортаға тұрғыз кен нехтан. Ортаға, құрдастармен. Бір, екі,